Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым. Бүгін қамқорлық жөнінде әңгіме қозғағым келді. Өмір сабақтары негізі менің тақырыптарымның барлығы өмірден алынады. Сондай бір әңгімені ойға салып, осы қамқорлық жанында әңгіме қозғағым келді. Негізі Япония мектептерін алатын болса, ол жақта үлкендерін кішкентай балаларға қамқорлық жасауды үйретіп, осы жөнінде балаларға көптеп үйретіледі дейді. Негізі біздің мектептерде алатын болсақ, күш көрсету деген бар, иә? Кішкентайларға күш көрсетеді, ақшасын жинайды, сол сияқты көптеген жаман жолға түсіп жатады балалар. Негізі алып қарайтын болсақ, қазақтың біздің салт дәстүрімізде барлық жағдайларда да қазақ халқы қамқорлықты өте үлкен дәрежеде жасайтын болған. Қазіргі заманда сол қамқорлық қайда кетіп қалды деген ой кейде келеді. Негізі алып қарайтын болсақ, қазақ халқы, Қазақстан көп ұлттық болғандықтан, басқа ұлттардың жамандықтарын да алып жатқан отбасылар көптеп мен өз басым ойлаймын. Сондықтан да әр қазақ отбасы өзінің салт дәстүрімен жүретін болса, әрине қазақ тілінде сөйлейтін болса, ондай жамандыққа бармас еді деп мен өз басым ойлаймын. Негізі кей ата-аналарды алып қарайтын болсақ, баласына үйретіп жатады, иә, сен ананы соқ, ұр, өзіңнің өшіңді ал, неге оған сен өзіңнің қандай да бір нелеріңді беріп қою керексің деген жаман әдеттерді үйретіп жатады. Мен болсам былай айтар едім: сен ол балаға жақсы сөйле, сұра, неге ондай жолға түсті екен? Жамандықты неге жасап жатсың? Неге ондай жолға түскің келіп жатыр деген сияқты сұрақтарды қойып, ата-ана баласымен ашық түрде негізі сөйлесу керек. Және де қандай ортада жүргенін ата-ана міндетті түрде білу керек. Қандай достары бар қасында, бос уақытында немен айналысады деген сияқты. Сондықтан да мектептерде көптеген кружок дейміз, иә, үйірмедер ашылу керек. Баланы қызықтыратын, мысалға шахмат жөнінде, және де қазақ күресі болу керек мектептерде деп ойлаймын. Міндетті түрде әр қазақтың баласы қазақ күресін білу керек деген міндет қою керек сияқты осы таңда. Және де баланың бос уақыты болмас үшін көптеген сабақтар жөнінен де курстар ашу керек. Және де өнер жолына тәрбиелеу керек. Қандай да бір енді несі көп балалар болады, мысалы энергиясы деп жатамыз, иә, қуат қайда жіберерін білмей анандай жаман жолға түсіп жатады. Ондай балаларды негізі күш қуатын жіберетін жүгіруге, секіруге, ойнауға, волейболға, баскетболға, боксқа, қандай да басқа да кружоктарға, қазақ күресіне сондай кружоктарға беріп, қатыстырып, оны ертеңгі күні мына әлем чемпионына жететін дәрежеге шығару керек те. Міне сондай қуаты көп бойындағы керемет балалардың барлық күш жігерін осы жолға салу керек деп мен өз басым ойлаймын. Негізі ақылды балаларда, қуаты көп балаларда қазақ балаларының арасында өте көп. Сондықтан да ертеңгі чемпиондарды тәрбиелеп шығатын